Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз мәтінге сәйкес келетін мақал-мәтелді табуды үйренеміз. Мәтін мазмұнына сәйкес мақал-мәтелді анықтау үшін мына қадамдарды басшылыққа ал. Бірінші, мәтіннің негізгі идеясын анықта. Алдымен өзіңе сұрақ қой. Автор не айтқысы келді? Мәтін не туралы емес? Не үшін жазылған? Мақал-мәтел әрқашан негізгі ойды жинақтап береді. Екінші, көтерілген мәселені тап. Мәтінде еңбек пе, адалдық па, жауапкершілік пе, білім бе, уақыт па? Мақал мәтіндегі мәселені дәл атауы керек. Үшінші қадам, кейіпкердің іс-әрекетіне қара. Кейіпкер еңбектеніп жетті ме, асығыстық жасады ма, сабырмен жеңді ме, қателігін кеш түсінді ме? Мақал-мәтел көбіне іс-әрекетті бағалайды. Келесі қадам, мақалдың ауыспалы мағынасын ойла. Көп оқушы қателесетін жері мақалдың тура мағынасын таңдау. Мысалы, еңбек етсең ерінбей. Егер мәтінде еңбек нәтижесі көрсетілмесе, еріншектің ертеңі бітпес, егер кейінге қалдыру бар болса. Келесі қадам, артық, әдемі, бірақ сәйкес емес мақалдарды алып таста. Өзіңе сұрақ қой. Бұл мақал мәтінсіз де айтыла бере ме, әлде дәл осы мәтінге ғана үйлесе ме? Дұрысы тек осы мәтінге дәл келетіні. Соңғы тексеру әдісі. Мәтіннің соңына мақал-мәтелді қосып көр. Осы оқиғадан шығар қорытынды деп, өзің дұрыс санаған мақал-мәтелді қойып көр. Егер табиғи үйлессе, дұрыс жауап. Қысқа формуласы: негізгі ой, мәселе, іс-әрекет тең болады дұрыс жауапқа. Мысалы, бірінші мәтін. Айдос тапсырмасын ертеңге қалдыра беретін, әлі уақыт бар деп. Бүгінгі ісін кейінге шегеретін әдеті бар еді. Бірақ бақылау жұмысы күні келгенде ол дайын болмай шықты. Соның салдарынан төмен баға алды да өз қателігін кеш түсінді. Сұрақ: мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақал-мәтелді анықтаңыз. Еңбек түбі береке, еріншектің ертеңі бітпес, оқу білім бұлағы, сабыр түбі сары алтын. Дұрыс жауап: еріншектің ертеңі бітпес. Неге? Бұл жауап дұрыс. Енді жоғарыда айтылған қадамдар бойынша дәлелдесек. Бірінші, мәтін мазмұны: істі кейінге қалдыру, уақытты бағаламау, соңы сәтсіздік, өкініш. Дұрыс жауап: еріншектің ертеңі бітпес. Бұл мақалдың ауыспалы мағынасы. Үнемі кейінге қалдыра беру жалқаулықтың соңы жақсылыққа апармайды. Мәтінде Айдос ертең істеймін дейді, бірақ сол ертең келгенде дайын емес. Нәтижесінде жаза төмен баға алады. Яғни мәтіннің қорытынды ойы мақалдың мағынасы толық сәйкес. Неге басқа нұсқалар сәйкес бола алмайды? Енді нұсқамен жұмыс жасасақ. Еңбек түбі береке. Бұл мәтінде еңбектің жемісі көрсетілмеген. Оқу білім бұлағы. Оқу туралы жалпы ой, нақты мәселе емес. Сабыр түбі сары алтын. Сабырлық емес, кейінге қалдыру бар.